Қайырлы күн баршаларыңызға, сіздермен бірге мен Гаухар. Бүгін мен сіздерге құймақ дайындаудың өте оңай, дәмі тіл үйіретін және ешқандай таразыны қажет етпейтін құймақ дайындаудың әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқа, 3 ас қасық қант жақсылап тұрып араластырамыз. Міндетті түрде қантын ертеміз. Және бөлме температурасындағы 1 стакан сүт, 3 ас қасық сұйық май, өсімдік майы. Жақсылап тұрып араластырамыз тағы да. Шым-шым тұз және қайнатылған 1 стакан ыстық су. Араластырамыз әбден. Сонымен қоса, көріп тұрғандарыңыздай 10 ас қасық ұн қажет. Араластырып бір келкі массаға келтіруіміз қажет. Ешқандай іртік болмау керек. Міне дәл осындай масса дайын болғанда табамызды майлап пісіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тесік пайда болған жағдайда құймақтың екінші жақ бетіне ауыстырып, екінші бетін пісіріп аламыз. Осымен бүгінгі құймағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте дәмді, тез дайындалатын ас түрлерімен бөлісетін боламын.